Сәлем достар, сіздермен түріктің байрам десертін дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Сармайымызға қант ұнтағын саламыз. Қант ұнтағында бізде ванилин араласқан. Содан соң 2 жұмыртқамыз саламыз. 1 жұмыртқамыз сарысымен, 1 жұмыртқаның сарысын алып қаламыз. Жарма, яғни манная крупа. Осылардың барлығын араластырамыз. Араластырып болған соң, ұнымызға қопсытқышымызды салып, ыдыс ішінде екеуін араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды 3 бөлікке бөліп, видеодағыдай қамыр илеміз. Қамырымыз өте жұмсақ, өте нәзік болып иленеді. Қамырымыз қолға жабысып бірікпей кетеді. Сол үшін мен сияқты қамырды ыдыс ішінен тақтайшаға немесе осындай столға алып, оны сеуіп, біріктіріп илесеңіздер болады. Қамырымызды жақсылап илеп, видеодағыдай июін қандырамыз. Міне осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Енді осы қамырымызды тапамызға осылай кішкентай бөліктен алып, жан-жағын тегістеп салып шығамыз. Барлығын орналастырып болдық. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, шанышқының көмегімен бетін сызып шығамыз. Содан соң пешкеге жібереміз. Десерт пісіп жатқанда шербетін дайындаймыз. Ол үшін суға құмшекер салып, қайнағанша араластырып тұрамыз. Міне осылай қайнап жатқан кезде лимонның жартысын сығып салып жібереміз. Десертіміз дайын. Осы десертті келесі тапаға аударамыз. Десертіміздің бетіне шербетімізді осылай құйып шығамыз. Бетін өз қалауыңызша әрлесеңіз болады. Мен фисташка септім. Бетіне грек жаңғағын ұнтақтап, немесе қант ұнтағын себуге болады. Десертіміз дайын, осылай нәзік болып шығады. Ас болсын, сіздермен болған Жансая.